иллюстраторды ашамыз. Ашқаннан кейін бізде жаңағы бірінші бетте новый файл деген бар. Новый файлды басамыз. Басылғаннан кейін біз жаңағы пикселімізді турлап алуымыз керек. Ұзындығында енді 1000-ға қойып аламыз. 1000 пиксельге 1000 деп жазамыз осы жерге екі жеріне де. Одан кейін барып бізде цветі жаңағы RGB смек бар. Смекті таңдай береміз. Содан кейін создать батырмасын басамыз. Басқаннан кейін бізде жаңағы жұмыс парағы ашылады. Жұмыс парағы ашылғаннан кейін бізде сетка қоюымыз керек. Бірінші логотип жасау үшін шыққан оң жақ батырмасын басып, бұл жерде показать сетку дегенді басамыз. Сеткамыз ашылды. Енді бұның настройсын тұрлап алуымыз керек. Оны тұрлау үшін біз жаңағы редактирование барып, установки, бұл жерден сетканы таңдаймыз. Направляющий сетка деген, бұл жерде 36 пиксель деп тұру керек бізде. Кейбір жаңағы иллюстраторда 72 деп тұруы мүмкін. Біз 36-ға тұрлап аламыз. Окей батырмасын басамыз. Одан кейін просмотрға барғаннан кейін біз осы жерден сетканы таңдаймыз. Таңдағаннан кейін привязать к сетке дегенде галочка тұру керек бізде. Ол жағында қарап шығасыздар настройкасын. Енді осы жерде біз жаңағы фигурамызды таңдаймыз. Дөңгелек фигураны таңдауымыз керек біз логотип жасау үшін. Ол жаңа дөңгелек фигураны таңдағаннан кейін біз мына жерден заливка алып тастаймыз. Заливка керек емес, обводка ғана керек. Обводканы қара түсте қалдыра береміз. Енді біз жаңа дөңгелегімізді 4 клеткаға дөңгелекті қойып шығуымыз керек. Жан-жағын тұрлап, масштабын үлкейтіп барып қойсаңыздар да болады. Масштабын үлкейтіп, жаңағы түзу тұрма, дұрыс тұрма, сол жағын көрсеңіздер болады. Жақындатып алайық. Жақындатқаннан кейін осы жерден тұрлаймыз. Қисық кетпеу керек, өйткені логотипіміз дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Енді бұл жерде дөңгелегіміз тұрлап алғаннан кейін жаңағы екінші бізге 4 дөңгелек керек болады. Екінші дөңгелекті жаңа Ctrl F-ті баса отырып, екінші дөңгелегіміз көбейтеміз. Тағы біреуін көбейтіп аламыз. Одан кейін барып, соны бір клеткаға үлкейтіп шығамыз енді. Екінші дөңгелегімізді. Мұқият болыңыздар, әр клеткада дұрыс тұру керек. Жерге қазір тұрлап аламын бір клеткаға үлкейтіп. Дұрыс шығу керек, қисық болмау керек. Жоғарырақ сәл төмен түсіп қапты, осы жерді тұрлап жіберейін. Енді Ctrl F-ті баса отырып, Alt батырмасын баса отырып, жаңағы бұрышқа барсақ, бұрышта бізде жаңа үлкейте беретін значок шығады. Сол значокты баса отырып, үшінші дөңгелегімізді 4 жағынан бірдей етіп автомат түрде үлкейте берсек болады. Ол екінші бізде вариант. Оңай түрі. Осылайынан жылдам болады бізге. Ары қарай тағы 4-ші дөңгелегімізді үлкейтіп аламыз. Әр үлкейткен сайын бір клетка қосып отырамыз. Осылайынан бізге 4 дөңгелек қойып шықтық. Енді осы 4 дөңгелектің жоғары жағынан бізге ұзын жаңа не керек, сызық керек. Ұзын сызыққа барамыздағы, осы жерден сызып шығамыз. Ұзын сызықты тұрлап аламыз. Енді бұны жаңа Ctrl S-ті баса отырып, S-ті басып копировать етіп, Ctrl B-ні басып, вставка жасаймыз.
сөйтіп ол жаңағы түскен сызығымызды турлап аламыз. Енді ол жерде Ctrl Alt'ты баса отырып бір клетка төмен түсіп Ctrl S-ті басамыз. S-ті басқаннан кейін Alt'ты басып отырып жаңағы екінші сызығымызды астына қарай түсіреміз. Түсіргеннен кейін енді бізде ары қарай оңай түріне көшсек болады. Ctrl D-ні басып отырып Ctrl менен D-ні бірге басамыз. Бізге ары қарай төмен қарай көбейе береді. Сәл жылжып кетуі мүмкін. Сол жылжығандарды біз турлап қоямыз қайтадан. Енді біз ұзындығынан сызық қойып шығуымыз керек. Біреуін көшіріп аламыз дағы, жоғары қарай көтеріп, ашық болмау керек бізде. Енді жаңағыда Alt'ты баса отырып, екінші Ctrl S-ті басамыз, S-тен кейін Alt'ты баса отырып, екінші сызығымыз көбейтеміз. Ары қарай Ctrl D-ні баса отырып, біз көбейте береміз. Бұл жерде де жылжып кетуі мүмкін. Жылжыған жаңағы фигураны түзу сызықты қайтадан қалпына келтіре береміз. Ашық болмау керек бізде әр жаңа дөңгелекте тұру керек, дөңгелектің қасында. Енді бізде бұл дайын болды. Енді осының екінші жаңағы көшірмесін көшіруіміз керек. Ол үшін жаңа белгілеп аламыз. Барлығын шешемізді Ctrl S-ті басып, Alt'ты баса отырып, жаңағы тур ортасына алып келіп, ортасынғы сызыққа екіншісін көшіріп қоямыз. Енді көшіргеннен кейін бізде осы екі фигураны бірге жаңа белгілеп аламыз. Белгілегеннен кейін бізде ана жерде маска бар, масканың үстін басып, басқаннан кейін заливка бар. Заливканың қасына мен ана жерде жаңағы заливка қара түсте болды. Қара түсте болған кейін біз Медузаның логотипін жасаймыз. Медузаның логотипін жасап, осы жерде осылайынан Медузаның логотипін қоямыз. Енді бұл жерде біз жаңағы Alt'ты баса отырып шығарымыз керек. Бұл жерде жаңағы бәрі белгіленіп кетті. Мен бәрі белгіленбеу үшін бізде төбеде стрелканың ағы бар. Сол ағын таңдап, жаңағы Медузаның үстіне басып, шрифтті басып, Altпенен бері қарай Медузамызды шығарып алуымызға болады. Бұл жерде енді пероны басып, пероны баса отырып, жаңағы дұрыс емес жерлерін турлап алуға болады. Оның еш қиындығы жоқ. Қате кеткен жерлерді сыздар жылжып кетуі мүмкін. Мен қате кетіп қалдым. Қайтып қалпына келтіру үшін Ctrl Z-ті басамыз. Енді бұл жерде жаңағы сгруппировка жасаймыз логотипімізге. Масштабын үлкейтіп алсақ болады. Әр қате кеткеніміз бәрін перомен турлап аламыз. Перо бізде жаңағы сол жақ бетте орналасқан. Инструменттер қатарында. Осы перомен бәрін турлап шығамыз, қате кеткен жерлерін бәрін. Ал қазір біз жаңағы Медузамызды аққа бояған кезде осы қате кеткендер боялмай қалып кетеді. Сол үшін турлап шығамыз. Оның ешқандай қиындығы жоқ. Жаңағы группировка жасап болған, сондықтан екінші бізде орнына келмей тұр. Группировка жасап, осыны турлап аламыз, кейін қайтадан группировка жасап қоямыз. Енді жаңағы екінші парақ ашуымыз керек. Ол үшін бізде шрифтпен оны басамыз. Осы жерде біз объект ашылады. Объекті неғаннан кейін
сол жақта бізде плюс батырмасы бар. Плюсті баса отырып екінші бетіміз ашылды. Ашылғаннан кейін енді логотипімізді сол екінші бетімізге көшіруіміз керек. Екінші бетпен жұмыс жасаймыз. По центру қоямыз осы жерден. Сөйтіп фигура, төртбұрыш фигураны таңдап, үстіне жаңа заливка бізде қара түсте болады. Осы жерден тышқан оң жақ батырмасын басып, монтажды басып, кейін на задний планды қоямыз. Сөйтіп логотипімізді ақ түске осы жерде бояй береміз енді. Енді бұл жерде текст жазуымыз керек. Жаңа астына медуза деп текст таңдап, осы жерде медуза деп жазып, кейін медузаның үстін жаңа медузаны үлкейте берсек болады. Одан кейін барып біз жақындата отырып ақ түске бояймыз. Текстімізді логотиптің астына қоямыз. Бұл жерде е мен д-ның мысалы арасы жақында, одан кейін д-дан кейінгі әріппен екеуінің арасы ашық болғаннан кейін біз сол ашық жерге барып, тышқанды апарып екі рет бассақ, бізде осындай стрелка пайда болады. Сөйтеміз де альтты баса отырып, жаңа пернетақтадағы стрелканы бассақ, бізде жылжиды, жақындайды. Екі әріптің арасы өстіп тұрлап, кейін сақтап қоя берсек болады. Обязательно жаңағы группировка жасаңыздар, жылжып кетпеу үшін. Мен мына жерде фигурамен бірге жасап қойдым. Екеуі бірге қимылдап жатыр қазір бізде. Қайтып разгруппировайтты басып, қайтадан медузаменен жаңа логотип екеуін бірге группировка жасаймын. Одан кейін барып, бұл жерде енді файлға барып, мен жаңа экспорт жасаймын, сақтап аламын. Ортаға қойымдағы файл, одан кейін экспорт басамыз, экспорт на экранов дегенді басамыз. Осы жерде бізде біріншісінде галочка болмау керек, сеткамен керек емес, екіншісін ғана сақтаймыз. Осы жерде біз жаңағы направлениесін көрсетуіміз керек, одан кейін барып JPEG-пен сақтаймыз. Сурет форматында 2 пиксель. Экспортты одан кейін басамыз, батырмасын басамыз. Менде бұл жерде сақталғаннан кейін заменитті бастым. Осы жерден ашып көре берсек болады. Рахмет тыңдағандарыңызға.